енді жас аналар байқауы мүмкін, көбінде балалар саусағын немесе бос соска деп айтамыз ғой, бос емізікті еміп жатады. Бұл балалар тілінде, табиғат тілінде анасы жоқ бала саусағын сорайды, анасы жоқ бала емізік емеді. Ендеше, егер сіздің балдарыңыздың бойында байқасаңыздар, саусағын еміп жатса, онда ана бар, тірі, бірақ анадан қажетті жылулықты, қажетті кезде анасы оның мұқтаждығын өтемеген кезде бала саусағын сорып жатады. Біз айтамыз, жаман әдет, тағысын тағы деп. Бір жаман әдет емес, ол баланың тілінде маған ана жетіспей жатыр, маған ана керек, менің анам маған жылулық танытса екен дегенді білдіріп жатады. Енді көп жағдайда біз не істейміз? Біз қолдан жасанды түрде анадан айырып, оған емізік беріп жатамыз. Сондықтан емізік берудің үлкен бір проблемасы осы жерде жатыр. Енді даму психологиясында, жануарлар психологиясын зерттеген кезде осындай керемет зерттеулерді көріп шығуға болады. Сондықтан менің кеңесім, құрметті аналар, балаға емізік беретін болсаңыз, сіз өзіңізді баладан алыстатып, емізікке жол бересіз. Мерей Өшір.